Сәлем достар. Бүгін 7-ші сынып Қазақстан тарихы ТЖБ сұрақтарын талдаймыз. ТЖБ тапсырмалары 2 бөлімді қамтиды. 16-17 ғасырлардағы қазақ хандығының экономикасы мен мәдениеті және осы қазақ хандығының 16-17 ғасырлардағы дамуы туралы 5 тапсырма бар. 5 тапсырманы талдауға көшеміз. Талдамас бұрын балалар, менің каналыма жазылып, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызға комментарий жазуларыңызды сұраймын. Балалар, бірінші тапсырмада ұғымдар берілген. Сол ұғымның мағынасын тауып, ұяшықтарға орналастырамыз. Бірінші уық. Жалпы қазақтар көшпелі шаруашылықта киіз үйді пайдаланған. Киіз үйдің ағаш бөліктері 3 бөліктен тұрған. Керегеден, уықтан және шаңырақтан. Уық дегеніміз осы кереге менен шаңырақтың арасын байланыстырып тұратын иінді ағаш. Олай болса, уыққа біз В әрпін жазамыз. Екінші ұғым сырмақ. Сырмақ дегенде қазақ халқының қолданбалы материалдық мәдениетіне жатады. Қазақтар өздеріне қажетті нәрселердің барлығын өз қолдарымен жасаған. Мысалы, сырмақты күзем жүнінің үстіне әртүрлі матадан ою-өрнек салып, оның айналасын сырып тіккен. Сондықтан да сырып тіккендіктен бұл сырмақ деп аталынған. Олай болса, біз екінші ұяшыққа Д әрпін жазамыз. Үшінші тапсырма жарапазан. Жарапазан жалпы бұл тұрмыс салт жырларының бірі. Негізінен бұл Рамазан айында ораза ұстаған кезде айтылатын жыр. Жарапазан айтушы бұл үйесіне мадақ айтады, тілек айтады, бата айтады. Сондықтан да жарапазан бұл ислам діні орныққаннан кейін қазақ даласына енген тұрмыс салт жырларының бірі. Олай болса, біз жарапазанға А әрпін белгілейміз. Текемет. Бұны да қазақтар өздерінің қолыменен жасаған материалдық мәдениеттерінің бір түрі. Киіз жүннен жасалынады. Бұл да төсеніш, яғни күзем жүнінің үстіне әртүрлі жүннен ою-өрнектер, оның ішінде қошқар мүйіз сияқты ою-өрнектер салып басады. Сондықтан біз текеметке С әрпін жазамыз. Балалар, екінші тапсырма кескін картадан Есім ханның тұсындағы қазақ хандығының астанасын, Тұрсын ханның тұсындағы қазақ хандығының астанасын және Тәуке ханның 300-дің құрылтайын өткізген жерлерін белгілеуіміз керек. Есім ханның тұсындағы қазақ хандығының астанасы Түркістан қаласы. Түркістан қаласын белгілейміз. Есім хан астананы Ташкент деп белгіледі. Ташкент қаласын белгілейміз. Жалпы билер кеңесінің өткізілген төбелері Битөбе, Мәртөбе және Күлтөбелерде де өткізілген. Бірақ Тәуке ханның 300-дің құрылтайын өткізген жері бұл Қарақұм. Қарақұм Арал теңізінің солтүстігінде орналасқан. Сол жерді белгілейміз. Балалар, үшінші тапсырма 17-ші ғасырдағы қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясаты. Жалпы біз әуелі ішкі саясат пен сыртқы саясатты түсініп алуымыз керек. Ішкі саясат дегеніміз бір мемлекеттің ішіндегі қарым-қатынасты, саяси, экономикалық, әлеуметтік қайшылықтарды шешу, ұлттық мүддені сақтау туралы саясат. Ал сыртқы саясат дегеніміз бұл бөтен елдермен, басқа елдермен арадағы қарым-қатынасты реттеуші саясат болып табылады. Сондықтан ішкі саясат пен сыртқы саясатты жазған уақытта осы мәселелерге көңіл бөлуіміз керек. Енді балалар, мына мәтінді оқып алыңыздар. Оқып түсініп алғаннан кейін Есім ханның айтқандарының ішінен біз сыртқы саясатты бөліп жазамыз. Мысалы, Есім хан кезінде Бұқар ханы Имамқұлы, Тәуекел ханның тұсындағы қазақ хандығына өткен Сырдария бойындағы қалаларды, Ташкентті, Сайрамды, Андижанды қайтарып алуға тырысты. Бұған Есім хан қарсы шығып, 1603 жылы Қазақ-Бұқар соғысында жеңіске жетті. Сондықтан сыртқы саясатқа 1603 жылғы Қазақ-Бұқар соғысы деп жазамыз. Екінші рет Имамқұлы менен Есім ханның арасында 1611 жыл тағы да шайқас болды. Бұл Ташкент қаласының маңында болды. Бұл шайқаста да Есім хан жеңіске жетті. Яғни сыртқы саясатқа осы екінші Бұқар-Қазақ соғысын жазамыз. Мәтінде айтылғандай, Арал бойындағы қарақалпақтардың бүлігін басып, оларды Сырдарияның бойынан кейін қарай ығыстырып тастады. Және ойраттардың шабуылына тойтарыс берді. Сыртқы саясатқа қарақалпақтарды ығыстырып тастауын және ойраттарға қарсы күресті жазамыз.
Енді біз ішкі саясатты талдаймыз. Бұл тікелей Тұрсын деген сұлтанға байланысты. 1613 және 14 жылдары Тұрсын сұлтан өзін хан жариялады. Астанасын Ташкент деді. Және оны Бұқар ханы Имамқұлы қоштады. Сөйтіп 17 ғасырда бір хандықта екі хан билік жүргізді. Яғни ішкі саясатқа біз Тұрсын ханның елді билеуге таласы деп жазамыз. Енді Тұрсын хан Есім ханнан билікті тартып алғысы келді. Сөйтіп Есім хан ойратқа қарсы шабуыл жасап жүрген уақытта Түркістанға шабуыл жасап, ондағы әскерлерді қырып, Есім ханның бала шағасын тұтқынға алып кетті. Бұны естіген Есім хан Тұрсын ханды жазалауға көшті. Сөйтіп Тұрсын ханды жазалады және сол Тұрсын ханды қоштап отырған Қатаған руын қоса шапты. Тарихта бұл Қатаған қырғыны деп аталынды. Яғни ішкі саясатқа Қатаған қырғыны деп жазуға болады. Тағы бір ішкі саясатқа жазатын тағы бір мәселе бұл Есім хан тұсында шығарылған дала заңы. Ол Есім ханның ескі жолы деп аталынады. Бұнда бытыраңқылықты жою үшін, мемлекетті күшейту үшін және мынау елдегі мал мүлікке, қонысқа, адамдар арасында қарым-қатынасты реттеу үшін шығарылған заң. Бұл заңды ішкі саясатқа жазасыздар. 4-ші тапсырма балалар әлеуметтік топтарды қоғамдық қызметіне қарай сәйкестендір деген кесте берілген. Кестеде бірінші ұғым хан дейді. Яғни қазақ хандығында кім хан болды? Яғни Шыңғыс ханның ұрпақтары ғана хан болды. Сондықтан осы кестенің ішінен Шыңғыс ханның ұрпағы, мемлекет басшысы деген мазмұндағы таблицаны тауып алуымыз керек. Ол Е деген әріпте тұр екен. Екінші сұлтан деген ұғым тұр. Сұлтанда бұл Шыңғыс ханның ұрпағы. Сұлтандар ру тайпаларды басқарды, оларға жерлер бөліп берді, хан сайлауына қатысты, елге жау тисе оларға әскермен қарсы шықты. Осы мазмұндағын тапсақ, ол бізде А әрпінде тұр. Үшінші ұғым би. Жалпы биді білесіздер, бұлар тапқыр, көсем сөздің шеберлері. Көбіне қазақ хандығында олар дау-дамайларды, дау-жанжалдарды шешеді. Биге F әрпін қоямыз. Батыр. Балалар батырдың кім екенін білесіңдер. Ержүрек адам, батыл, ержүрек адам, елді қорғайтын адам. Ерлігінің арқасында ол халыққа көп танымал болады. Сондай-ақ сыртқы жаулардан елді қорғайды, ханның, сұлтандардың айтқандарын орындайды және бидің шешімдерін жүзеге асыруға атсалысады. Олай болса біз батырға В әрпін қоямыз. Малшы. Малшыны да балалар білесіңдер, байдың малын бағатын адамдар. Кедейленіп қалса, байдан сауынға сиыр алады, соның сүтін ішеді, ал мүлкінен айырылған жағдайда туыстарынан, руластарынан жылу жинап өмір сүретін адам. Жатақтар балалар, бұлар соғыс кезінде, жұт кезінде малынан айырылып қалған, мал мүлкінен айырылған адамдар. Бұлар қалаға барып, қалада егін егіп, кішкене сауда жасап, күнкөріске ақша табатындар жатақтар деп аталынады. Қожалар, бұлар ислам дінін тарату. 5-ші тапсырма бұл әлеуметтік топ өкілдері. Қызметі мен қоғамдағы рөлін жазуымыз керек кестеге. Бірінші төлеңгіттер. Төлеңгіттер деген балалар, бұлар жаугершілік заманда қолға түскен тұтқындардан және шағын рулардан құралып, ақсүйектер мен сұлтандың айналасына топтасқан әлеуметтік топ. Бұлар ханға, сұлтанға қызмет атқарады, әскери қызметтер атқаратын ерекше топ болып табылады. Төлеңгіттер сұлтан мен ханның қорғауында болады. Қара сүйектер. Орта ғасырларда қазақ хандығында ақсүйектер және қара сүйектер болып халық екіге бөлінген. Ақсүйектер Шыңғыс ханның тұқымы және бізге ислам дінін таратушы миссионерлерде ақсүйектерге жатқызылған. Ал қара сүйектерге бүкіл халық, байлар да, батырлар да, билер де, малшылар да, жалшылар да жатқан. Бірақ бұлардың ішінде бай-бағландар, батырлар, билер бұлар жоғары топ өкілдеріне жатты. Құлдар, бұлар соғыс кезінде тұтқынға түскен адамдардан құралды. Құлдың бас бостандығы жоқ және тәуелді адамдар болды. Бірақ құлдар қазақ қоғамында Грекиядай, Римдегі, Египеттегі құлдар сияқты классикалық үлгіде болған жоқ. Көбіне құлдарды үй жұмысына
салды. Кейінірек бұлар ерікті шаруаға айналып, қазақ қоғамына сіңісіп кетті. Достар, менің еңбегімді бағалап, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Мен сіздерге тағы да жақсы видео түсіремін. 5-ші тапсырманың жауаптарын жаздым қысқаша, бірақ сіздер өз сөздеріңізбен жазыңыздар.